География сабағы сабақтың тақырыбы Қазақстанның индустриялы инновациялық даму бағыттары. Сабақты жүргізетін география пән мұғалімі Ахметова Гүлзира Романова. Бұл мақсаты Қазақстанның индустриялық инновациялық даму бағыттарын анықтап болжам жасай білу. Қазақстанның 2015-2019 жылдарға арналған индустриялы инновациялық даму стратегиясымен қазір таныс болайық. Қазақстан Республикасының мемлекеттік үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының бірінші кезеңіндегі ең негізгі секторлар бойынша айтарлықтай өсім бар. Алғашқы кезеңнің қорытындысы 2008-2012 жылдар аралығында жүргізілген жұмыстар бойынша есептелген. Мәселен, осы 5 жыл аралығында ішкі жалпы өнім 30 триллион 300 миллиард теңге, немесе 122,5%-ға өсіп отыр. Өңдеу өнеркәсібі 5 триллион 400 миллиард, немесе 120,5%-ға ұлғайды. Ал өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі адам басына шаққанда $60,000 жақындады, немесе 166%-ға артқан. Шикізат емес тауарларды экспорттаудан түскен пайда 21 миллиард 300 миллион долларға, немесе 106,4%-ға өсті. Жекелеген секторлар бойынша көрсеткіштер мынадай. 2008-2012 жылдар аралығында металлургия өнеркәсібі 11,5%-ға артып, одан түскен табыс 1 миллиард 364 миллион теңгеге жетіп отыр. Машина жасау бойынша 52%-ға дейін өсім бар. Табыс құны 326 миллиард 800 миллион теңге. Химия өнеркәсібіндегі өнім көлемі 22%-дан асып, 135 миллиард теңгеге жетті. Жеңіл өнеркәсіп бойынша көрсеткіш 5%-дан жоғары. Одан түскен табыс 34 миллиард 600 миллион теңге. Ал фармацевтика бойынша көрсеткіш өте жоғары. Өнім көлемін 5 жылдың ішінде 90%-дан асқан. Табысы 20 миллиард 300 миллион теңге. Енді осы сабақтың глоссариймен танысайық. Инновация бұл адам өмірінің және қызметінің кез келген саласында жаңа идеяны іске асыру процесі. Ол нарықтағы сұранысты қанағаттандыруға және экономикалық эффектке алып келеді. Жаңа немесе инновация идеяны кең таратыла бастаған сәттен бастап жаңа сапаға ие болады. Яғни инновацияға айналады деген сөз. Мұндай түрлену инновациялық процесс деп те аталады. Ал инновацияларды нарыққа шығару бұл коммерцияландыру. Жаңа идеяны, жаңа технологияны немесе жаңа өнім түрінде көрсету үшін ол ғылыми техникалық жаңалығы, өндірістік техникалық негіздемесі және экономикалық тиімділігі болу керек. Инновациялық дамуды ынталандыратын әлемдік экономиканың трендтері. Цифрлы технологияларға екпін жасай отырып өндірістік тізбектерді түрлендіру, көрсетілген қызметтердің үлесі мен маңыздылығын арттыру және өнеркәсіптегі креативті секторлардың өсуі, дамыған нарықтардан капиталдардың жылыстауы, елдердің өндірісті орналастыру мен дамыту үшін бәсекелестігі, еңбек өнімділігіне назар аудару, кәсіпкерлік рөлінің өсуі, халықтың ұтқырлығы немесе мобильділігі, урбандалу және қалалардың өсуі. Мына кестеде бүгінгі экономиканың негізгі ерекшелік сипаттары салыстырмалы түрде берген, яғни индустриалдық кезең мен инновациялық кезеңді салыстыра отырып берген. Мұқият қарап ұғып алыңдар. Яғни бірінші тізбекте сипаттамалары берсе, екінші тізбек, яғни екі кезең берген, индустриялық және инновациялық деп бөлінген. Соған қарап отырған кезде, мысалға бірінші сипаттаманы алып өтейік. Экономикалық өсімнің стратегиялық факторлары. Индустриялық кезеңде өндірістік тәжірибе болды, ал инновациялық кезеңде ғылыми білім аралас келіп отырды. Ал енді екінші басым капитал дейміз, ол индустриялық кезде физикалық болса, ал қазіргі заманда мысалы инновациялық кезеңде интеллектуалдық болып келеді екен. Яғни ары қарай басым активтер материалдық болса индустриялық кезеңде, ал инновациялық кезеңде материалдық емес болып есептелінеді. Осы кестені анықтап қарап алыңдар. Қазақстанда индустриал инновациялық дамуға бет алу қажеттілігі себептері. Біріншіден, Қазақстан экономикасын шикізат экспортына және сол шикізаттың бағасының динамикасына тәуелділігі. Екіншіден, өңдеу өнеркәсібінде ескі технологиялармен жұмыс жасау нәтижесінде өндірілген дайын өнімдердің баға немесе сапасы бойынша бәсекеге жарамауы, инновациялық зерттеулердің және инновациялық кәсіпорындардың аз болуы,
өнер табыс пен оны өндіріс арқылы дайын өнімге айналдыру арасындағы ара қашықтықтың үлкендігі. Өңдеуші өнеркәсіптің жекелеген салаларын дамытудың жаһандық трендтері. Бірінші ол қара металлургия, екінші түсті металлургия, үшінші автомобиль өндірісі, төртінші электр жабдығы өндірісі, бесінші азық-түлік өнімдерінің өндірісі, алтыншы агрохимия, жетінші мұнай-газ химиясы жатады. Мына кесте бойынша Қазақстанның индустриалды инновациялық дамуына кедергі келтіретін негізгі факторлар берілген. Яғни олар жоғары кәсіби білікті техникалық кадрлардың тапшылығы, ғылым, технология және инновациялар саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда кезеңділіктің жетіспеушілігі, кәсіпорындардың бастапқы технологиялық және басқарушылық деңгейінің төмендігі, ұлттық инновациялық жүйенің ұлттық, аймақтық және салалық деңгейлерін реттейтін жүйенің болмауы, ғылым мен бизнес арасындағы тиімді өзара қатынас тетігінің болмауы, ғылым мен өндіріс арасында қалыптаспаған, яғни алшақтық, ішкі тұтынушы нарықтарының көлемі аз, қоғамдастықтың инновациялық және ғылыми техникалық тақырыпқа қызығушылықтарын төмендігі және оның инновациялық сала мен кәсіпкерліктік өнімділікті жоғарылатуға деген ынталандырудың әлсіздігі, отандық ғылымның шетелдік мектептермен салыстырғанда бәсекеге қабілеттілігінің әлсіздігі, зияткерлік меншік нысандары патенттеудегі ұзақ мерзім. Яғни осындай көрсеткіш Қазақстанның индустриал инновациялық дамуына кедергі келтіретін негізгі факторлар екен. Инновациялық даму бағыттарының болашағына болжам жасап көрейік. Яғни мұнай, газ, басқа тау-кен өндірісі технологиялар жаңарып, өнім алу тиімділігі артады, өнімді өңдеу сапасы артып, дайын өнім түрлері артады. Агроөнеркәсіп саласында инновация арқылы еңбек өнімділігі артуы нәтижесінде өнімдер бағасы төмендеп, сыртқы нарыққа кеңінен шыға бастайды. Үйге тапсырма немесе өзіндік жұмыс. Оқулықтың 101-ші бетіндегі сөйлемді толықтырыңдар айдарындағы тапсырманы орындау. Және 52-53 параграфты оқып түсінігін айту. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет.